Сәлеметсіздер ме? Өздерің білетін, әр жыл сайын Қазақстанның әрбір мектеп түлектерінің жауапкершілігі мол кезең тұрады. Ол қорытынды аттестаттау кезінде мектептен алған біліміңді дәлелдеп шығу. Бірінші және барлығы міндетті таңдалған тақырып бойынша эссе жазу. Емтиханда оқушыларға 5 тақырып беріледі. Оқушы өз тақырыбын таңдап алу қажет. Эссе көлемі 250-300 көлемді сөз. Емтиханды тапсыруыңа, сәтті тапсыруыңа көмектесетін видеороликтерді көруге шақырамын. Тақырыпты таңдауда мына критерийлерге сүйен. Бірінші, есіңде сақта. Өзің қызығып жүрген тақырыпты таңдауға тырыс. Ол өйткені жеңіл әрі қызықты болады. Екінші, мәселені ұғыну. Ол тақырыпты сенен қандай мәселені сұрап отқанын сен ұғынуың керек. Үшінші, әрбір шешуші жолдарды өзіңнен талап етіп, және соны жазуға тырыс. Үшінші, хабардар болу. Әрбір жазатын ойыңды, біліміңді сен білуің керек. Ол үшін эссені жазар алдында сенің де ойың шашыраңқы болмау керек. Білім алу дегенді көп жастар түсінбейді. Тек оқу, кітапты оқумен ғана шектелмейді. Оқу, ойды оқу, жан-жақтағы болып жатқан әрбір мәселені оқу. Сондықтан да білімді нығайтып, өзінің тіл байлығын молайтқан, ойы өрісін кеңейткен оқушы ғана эссені жаза алады деген сенімдемін. Менімен бірге білім алып, онлайн сабақтарды үзбей көріп, тек білімімізді шыңдай білетін жастарға сенім артқым келеді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Оқушыларды эссе жазуға үйретудің тиімді жолдары. Балалар, эссенің құрамындағы сөздерге назар аударайық. Кіріспесі 75 сөз, негізгі бөлім 150 сөз, қорытынды бөлім 25 сөзден тұру қажет. Эссе жазудың керемет әдісі тафт әдісі болып табылады. Олар тезис, аргумент, факты, талдау, тұжырым. Осы негізгі түйіндер кезек қайталанып отырған тұста эссе өте жақсы шығады. Екінші әдіс. 5 саусақтың суретін саламыз. Белгілі бір затты немесе адамды сипаттайтын 5 қасиетін жазамыз. Мысалға, менің досым деген тақырыпты алайық. Кішкентай шынашаққа ең жеңіл немесе маңызды емес қасиетінен бастатып, бас бармаққа келгенде ең маңыздысын жазамыз. Неге олай жазғаныңызды біріншіден, екіншіден, меніңше деген қыстырма сөздерді пайдалану арқылы дәлелдейміз. Бұл екінші әдіс.